Бүгін біз PDF форматтағы документті Wordқа немесе PDF форматтағы слайдтарды PowerPointқа аударамыз. Ол үшін міне iLovePDF деген программаны скачать етіп аламыз. Кіреміз. Кіргенде міне астарында инструмент, сканер, настройка деген бөлімдері тұрады. Сондағы инструментке кіреміз. Инструментке кіргеннен кейін әртүрлі міне осындай PDF-ті Wordқа, Word-ті PDF-қа, PowerPoint-ті PDF-қа, яғни өзіңіздің документіңізге байланысты осылай өзгерте аласыз. Енді мен сіздерге қазір бір түрін көрсетейін. Мысалға PDF-те сақталған документті Word-қа айналдырамыз. Ол үшін міне PDF Word-қа кіреміз. Кіргеннен кейін міне жанында тұрған плюс батырмасын басып файлды таңдап аламыз. Керек документті таңдап алғаннан кейін міне қайтадан тағы документіміздің үстін басамыз. Астындағы қызылмен көрсетілген PDF Word дегенді басамыз. Міне документіміз дайындалып жатыр. Міне документіміз енді дайын болды. Дайын болған документті көру үшін перейти файлды басамыз. Міне документімізді ашып көрейік. Wordқа айналды. Дәл осылай басқа да документтеріңізді өзіңіз жасап алсаңыз болады. Дайын болған документті міне үстіндегі жүктеу батырмасын басып өзімізге сохранить етіп аламыз.